Баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен үйдегі бар затпен жасалатын оңай және де воздушный болып шығатын керемет дамские пальчики тортын жасайтын боламын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Тортымызды жасау үшін бізге су, тұз, қант, ұн, май, қаймақ және де жұмыртқа қажет болады. Барлығының неше мөлшерде екенін мен төменде описаниеда қалдырамын. Ең алдымен заварной тесто жасаймыз. Ол үшін асты қалыңдау ыдысқа суды құйып қайнатамыз және де оның үстіне сары майды, тұзды, қантты салып, жақсылап араластырамыз. Біздің плитамыз өте жоғарғы отта тұр. Міне барлығын араластырып болғаннан кейін ұнның барлығын саламыз және де бірден араластырамыз. Араластырған кезде тез араластыру қажет, түбі қатып қалмау керек. Осылай заварной тесто пайда болады. Мына видеода көріп тұрғаныңыздай, түбі кішкене жабыса бастаған кезде оттан аламыз. Енді ыстық заварной тестамызды тез суыту үшін бөлек ыдысқа салып, салқын жерге қойып қоямыз. Қамыры суығанша мен кремін жасауға кірістім. Ол үшін менде 20% қаймақ. Қаймақ қою болған сайын дәмдірек болады. Менде осы 20% қаймақ қана болды және де үстіне қант салып, миксермен жақсылап араластырдым. Біздің қантымыз ерігенше жақсылап араластырам. Өте ұзақ араластыру қажет. Егер сізде сахарный пудра болса, сахарный пудрада қосуға болады. Міне менің заварной тестам уже суыды. Өте қатты суы қажет емес, кішкене суыса жеткілікті. Үстіне жұмыртқаларымды жардым. Миксерді көбеген жақсылап араластырамыз. Менде 3 жұмыртқа, егер сізде майда жұмыртқалар болса, 4 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Миксермен жақсылап араластырғаннан кейін бізде қоймалжың және сәл жабысатын тесто пайда болады. Міне заварной тестамыз дайын. Енді оны кондитерский мешокқа салып және пергамент қағазына осы видеодағыдай таяқша етіп құйып шығамыз. Егер де сіздерде кондитерский мешок болмаса, қасықпен алып салуға болады, немесе төртбұрышты мешочектің басын кесіп, осылай құйып шықсаңыздар болады. Араларын өте жиі жасауға болмайды, себебі қасығылар көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді бұларды духовкаға салғанда 20 минут 220 градуста және 5 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Соңғы 5 минутта 180 градусқа міндетті түрде температураны түсіру керек. Себебі біздің көтерілген эклерлеріміз қайтадан бір-біріне жабысып түсіп кетуі мүмкін. Енді эклерлеріміз кішкене суығаннан кейін креммен араластырып, осылай тарелкаларға безендіріп қойсаңыздар болады. Барлығын безендіріп біткеннен кейін холодильникке немесе морозильникке қою қажет. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.